Сөйтіп халық оны қайтадан жаңағы шығарып салатындар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи бірге онда бір шығарып салып жатқан кездер болады. Сол кезде жаңағы Саният әл-Уадақ деген жерге келген кезде Абдуллах ибн Рауаханың көзіне жас келеді. Адамдар енді ойлап қалуы мүмкін, сол жерде мысалы кейбір адамдар әскермен бірге бармай, мұнда жұмада кешігіп жүрген несі, оның үстіне мынау жылап атқан несі дегендей нәрселер. Алайда мұсылман ешқашан екінші мұсылман туралы арам ойға берілмейді. Мұсылманның екінші мұсылманға ойы өте таза болу керек. Өте таза. Ойыңызға бауырыңыздың қадірін жеңдіруіңізге болмайды. Бауырыңызға деген қадіріңіз, ойыңызды жеңу керек. Сонда Абдулла ибн Рауах айтады, мені жылатып тұрған нәрсе мына дүниеге деген махаббат емес дейді. Сондай-ақ сендерден ажырағалы тұрғаныма да жылап тұрған жоқпын дейді. Яғни қазір кетеді, шейіт болды. Алайда мені жылатып тұрған нәрсе пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи вассалам Алланың Құранынан оқыған бір аяты жылатты дейді мені. Сол жаңағы бәлкім жұмада естіген сол аятты. Сондағы Мариям сүресіндегі «Ва им минкум илля варидуха кана аля роббика хатман мақдия» деген бір аят бар. Сендердің іштеріңде тозақтың басына келмейтін ешкім жоқ. Біздерге айтылып отырған нәрсе. Сендердің іштеріңде тозақтың басына келмейтін ешкім жоқ. Бұл Раббыңның міндетті түрде орындайтындай шешіп қойған кесімі дейді. Егер де оның басына барсам, одан қайтып қайтар екен дейді. Осы ой Абдулла ибн Рауаханың, былай қарасаңыз, ана соғысқа кетіп баратқан жағдаймен мынау аятты еске алу жағы ұйқаспайтын сияқты. Негізінде өте ұйқасады. Өйткені қай іске шығып бара жатқан кезіндегі де фундаментің тозақ тойлау болу керек. Біз сол тозақ тойламағаннан кейін біздің мінездеріміз бір-бірімізбен дұрыс болмай жатады. Өйткені біз өзімді ақтап алғанбыз. Бізге кейде хат келгендей біреуді жек көріп немесе ұрсып жатамыз. Қарас қандай нәрсе ойландырып жатыр. Абдулла ибн Рауаха бізге қандай керемет нәрсені сыйлап жатыр осы жерде. Біз ойланбайтын нәрсені ойландыруға себеп болып жатыр. Кешегі Рахманның құлдары деген Фурқан сүресіндегі аяттарға да қарасаңыз, Алла Тағала сол Рахманның құлдарының жердің бетінде қандай бір сыпайы жүретіндігі. Ол ешкімнен қорықпайды, бірақ Алласынан қорыққандықтан сыпайы болып қалған, өз елінің ішінде. Ал дұшпанға ол басқаша ертең майданда. Өйткені олар түнгі уақыттарын Раббысына сәждемен, рүкүғпен өткізеді. Сондай-ақ оның түнде тұрып жасайтын дұғасы ол көп. Рахманның құлдары Алла Тағаладан дұға сұрағанда көп нәрсені сұрайды. Алайда Алла Тағала оның күллі дұғаларын емес, оның бірақ қана дұғасын айтуды қалады сол жерде. Қай дұға десеңіз, Роббана сриф анна азаба жаханнам. Раббымыз бізден жаханнамның азабын алыстатшы. Инна азабаха кана гарама. Расымен де оның азабы өте ауыр ғой. Міне бүгінгі күні мүминдердің жүрегінде өмір сүрілмей жатқан, тірілмей жатқан мағыналардың бірі, теориялық тұрғыдан көп білсең де ол туралы, осы тозақпен контакт. Тозаққа деген иманмен контакт дұрыс істемейді бізде. Біз босап кеткенбіз. Адам шейіт болады деген нәрсе нышанды пайғамбарымыздан түсініп тұрса да, оның басына барсаң, қайтып қайтам о жерден деп өзіне жас алып жатыр.